Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен саумалдың емдік қасиеттері туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмауды алдын алуға және қатерлік ісік ауруын емдеу үшін қолданады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартып және ер адамның потенциясын күшейтеді. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер, басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді, ал құрамында С дәруменінің мөлшері сиыр сүтінен 7 есе жоғары. Емделу уақыты 1 ай, бірақ толық пайда болу үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалы, ол өзінің негізгі пайдалы қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағат ішінде жоғалтады. Алайда саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Ол барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерін сақтайды. Оны күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 200 мг-нан ішкен дұрыс. 1 аптадан кейін адамның көңілі көтеріліп, ұйқысы жақсарып және тәбеті ашылады. Bir күнде 1 литр саумал ішсеңіз, ағзаңыз жоғарғы сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі.